Қандар, мынау бізде оюлы тақияның лекаласы. Бұл барлық размерлерге келе береді. Одан кейін бұл бізде тюбетейка ғой, шамалы бастың төбе жағында невидимка шаш қыстырғыштармен қыстырып қоясыздар. Осындай лекала беріледі. Осыны бізге осындай канцелярский нож деп айтамыз ғой, осымен кесіп алған ыңғайлы. Жаңағы шеттерін қайшымен қисаңыздар болады. Ортаңғы детальдарын, орталарын осы канцелярскиймен ойып алған дұрыс. Мен қазір осының барлығын кесіп дайындап аламын. Міне дәл осылай кесіп аламыз. Міне орталарын ойып шығамыз. Міне мына орталарын ойып аламыз. Шеттерін қиып, тура осылай дайындап аламыз. Қандар, мынаны фетрдің бетіне қойып, тура осылай бастырып сызып аламыз тағыны. Біз қағазда ойғанымызды тура осы фетрден ойып аламыз. Негізі осындай канцелярский ножпен орталарын ойсаңыздар өте жақсы. Мына деген қымбат тұрмайды. 150 теңге ғана тұрады. Канцелярский магазиндарда сатып алуға болады. Қазір мен бастырып аламын. Одан кейін тура осыны қағаздағыны қайшымен сыртын, ішкі жағын жаңағы ножпен ойып дайындап шығамыз. Сосын уже тігуге кірісеміз. Қандар, міне сызып қиып алдым. Енді шеттерін зажигалка болса, зажигалкамен күйдіріп алсаңыздар дұрыс. Қандар, енді мына тақиямыз біздің формасын жақсы ұстап тұру үшін осындай пыва клей бар. Клей пыва. Осыны айналдырып, мына теріс бетінен, ішкі бетінен жағып шығамыз. Қатты қою емес, бұл клей сұйық клей болғандықтан асықпай барлық шеттеріне жағып аламыз да оны кебуге біраз уақытқа қойып қоямыз. Қандар, міне клейді жағып қойдым. Клей сынып кетті. Енді біраз кептіріп алуымыз керек. Бұны осыны қойып қоямын біраз уақыт кебуге, сосын құрастырып тігеміз. Құрастырып тігуіміз қажет. Егер сіздерде зигзаг машинка болса, зигзагпен қосып тіксеңіздер болады. Менде зигзаг болмағандықтан мен шеттерін кәдімгідей көктеп тігіп шығамын. Міне 4 жері ашық тұр. Сол ашық тұрған жерін үстіне 1 сантиметрдей бір-біріне шығарып, осылай қосып тігіп шығамыз. Механдар 4 шетін қосып тігіп алдым. Енді бізге осындай кішкене ғана кусок керек болады. Бұл бізде жоғарғы жағына үкі орнатуға керек. Мынау кішкене бір кусокты домалақтап алайық. Бұлай 2,5, бұлай 2,5 қылып, кішкентай қылып алсаңыздар болады. Ал мынанікі ені 4 сантиметр, ұзындығы. Міне бізге осылай бір бүктегенге болса жеткілікті. Сондықтан артығын қиып тастаймын. 4 сантиметр, 5 сантиметр етіп осындай алсақ болады. Мен ыстық клейімді қыздырып қойдым. Қазір қызғаннан кейін мына жерге үкісін жабыстырамыз. Одан кейін шеттерін сәндеу өз қалауларыңыз бойынша сәндеп шықсаңыздар болады. Қандар, енді мынау жаңағы біздің алған кусогымыз бар ғой, соны бір шетіне ыстық клейді жабыстырып алайық. Ыстық клейді жақсылап жағамыз. Осылай бір қайырамыздағыны екі қайырамыз. Сол кезде мына екінші беті ыстық клей жабысып қалу керек. Клейді ұстап отырамыз шамалы кепкенше. Қазір клейіміз кепсін. Енді мұны біздің домалақ бөлшегімізге де жоғарғы жағына жақсылап клейді саламыз. Енді мына жағы төменгі жағына қоямыз дағыны. Мына біздің жаңағы бөлшегімізді мына жерге кірістіреміз. Еш қорықпаңыздар, бір-бірімен жабысқан кезінде, клей қатқан кезде жабысып қалады. Менің клейіме краска тиіп, кішкене түсі өзгеріп қалған екен, сондықтан мен көп жабыстырмай тұрмын. Сіздер осылай жабыстырып алсаңыздар болады. Енді бұл жерге қаншалықты үкі қоясыздар, оны өз қалауларыңыз бойынша сала берсеңіздер болады. Бір үкі болмаса 2 үкі. Мына біздің бөлшегіміздің ішіне аздап клей құйып жіберейін. Клейді құйдым. Енді осыған мен осы 2 үкі қойғым келіп тұр. Сол үкілерімді ішіне салып жіберейін.
Міне осымен тақиямыз дайын болып қалды. Енді әрі және тастарды жабыстырып өз қалауларыңыз бойынша сәндеп шықсаңыздар болады.